Сондықтан ең бірінші мәселе аудан мәселесі. Ал енді осы аудан дегеннен шығады. Ертең аудан келсін жарайды. Ал осы ауданды басқаратын кадр мәселесі қалай болады? Осыны да ойланайық ағайын. Енді екінші мәселе, мына Қызыл Қайыңнан мыс кені шығып жатыр. Асхат аға жақсы білесіз. Ералы аға, сіз өзіңіз бұл фактіні естігелі азғантыға уақыт болды. Ертең осыған бюджет қалды. Республикадан, облыстан болсын бюджет бөлінеді. Осы жерде міне қоғамдастықтың төрағалы ағаларымыз отыр. Осы Ақжардағы ашылған, мына Ақжарда келешекте ашылатын Қызыл Қайыңның мыс кенінің бюджеті қалай болады? Соған өзіңіз көз қырыңызды салып, осыны қаперіңізге алсаңыз. Үшінші мәселе, өзіңіз жақсы білесіз, өткен жылы тәуелсіздігіміздің кіндігі болған желтоқсан оқиғасына 35 жыл болды. Сол желтоқсан оқиғасы емес, желтоқсан көтерілісі. Әбден оқиға деп аузымыз жаман деген қалған. Көтеріліс сол. Сол желтоқсан көтерілісіне ресми түрде құрбан болған әйгілі 4 құрбан ағаларымызды, апайыларымызды жақсы білеміз. Қайрат Ысқылбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова және өзіміздің Тарбағатайдың ақ мектептің тумасы Сәбира Мұхамеджанова. Осы Сәбира деп зарлап жүрген тек қана Тарбағатай. Ал басқа республика, басқа бір облыс, басқа Сәбираны білмейді. Міне Сәбира 35 жылдан кейін ақталды. Осы өткен желтоқсан айында кейін ақталды. Ал соны Қылаяға өзінің ауылында тұрған Ақмектеп атындағы орта мектептер әлі тұр. Біз енді сұрау салып, міне Төлеген аға, міне Мержан тұр, міне осы Ақмектеп ауылының патриот тумасы. Бәріміз осы шулатып жатсақ, Сәбираға мектепке берілмейді, өйткені ол танымал тұлғалардың қатарында жоқ дейді. Сонда Сәбира танымал тұлғалардың қатарында жоқ болса, қалғаны қайда болады? Сондықтан, құрметті Ерлан Бияхметұлы, өзіңіз парламентте отырсыз, керек болса сіздің атыңызға да осы мәселені көтерейін. Сәбираның жаңағы үйді қорап тұр, оны музейге айналдырсақ, тағы да осы мәселе. Сәбираның атында не бір қалада көше жоқ. Өскемендегі көше 500 метр. Оған да айтуға ұят. Сәбираның атында бір қалада бір зәулім ескерткіш жоқ. Енді өзіміздің тарихи тұлғамыз біз айтпағанда кім айтады? Түсінікті. Сондықтан осы мәселелерге жауап берсеңіз. Бірінші сұрақты және мен жауап бердім ғой, Тарбағатай ауданы бойынша. Ол қайталап қажет жоқ шығар. Екінші сұрақ мыс мәселесі. Мен мыс мәселесін білгеніме осы жаңа ғана болды, 1-2 күн болды. Мен Асекеңе айттым, жаңағы инвесторды белгілеген кезде өте сақ болу керек. Екінші мәселесі бар. Ол инвестор өзінің ақшасымен келеді. Ол мемлекет оларға ақша бермейді. Бірақ бұл жерде мен осы бүкіл ауданның басшыларының барлығына, анау энергетика, экология министрлерінің бәріне айтып жүрмін. Егер мысалы үшін осы Тарбағатай ауданында сондай кен орны ашылды ма, ол кен орны ол негізінде осы жердегі халықтың еншісі. Сондықтан бұғанға дейін осы мысалы үшін Зайсандағы көмір, ана күршіндегі алтын ұстағанның қолында кеткен. Енді сондан кейін әрине халық ашуланады. Сондықтан бұндай кен орны ашылған кезде қазір мынау заң түрінде мысалы үшін оларға белгілі бір міндеттеме қоя алмасақ та, осы әлеуметтік міндеттеме, ең бірінші халықтың алдындағы әлеуметтік міндеттеме. Содан кейін сол жердегі ауданға көмектесу мәселесі, соның барлығын алдын ала шешіп алу керек. Онсыз болмайды. Ол осы жердегі біздің ата-бабамыздың жері ғой, ол анау айнала алыстан келген біреудің жері емес қой ол. Сондықтан осы арадағы азаматтардың әрқайсысының еншісі бар ол жерде. Ана азаматтардың барлығының заң болатыны, олардың жаңағы ашындасын тудатыны сондықтан олар осында келген кезде осы есте болу керек. Оны мен осымен айналысуға тырысамын.